Бауыр адам ағзасындағы ең ірі ішкі мүше және ол өте маңызды физиологиялық функцияларды атқарады. Ол құрсақ қуысының оң жақ жоғары бөлігінде қабырға астында орналасқан. Орта есеппен алғанда ересек адамның бауыры 1,5 килограммды құрайды. Бауырдың негізгі қызметтері көмірсулар алмасуы, май алмасуы, ақуыз алмасуы. Бауыр глюкозаны гликогенге айналдырып сақтайды. Қажет кезде оны қайтадан глюкозаға айналдырып қанға шығарады. Май қышқылдарын ыдыратып адамға энергия береді. Және де амин қышқылдардан ақуыздар синтездейді. Аммиакты залалсыздандырып мочевинаға айналдырады. Организмге түскен дәрі-дәрмектерді, алкогольді және басқа да улы заттарды бейтараптайды. Ішектен сіңген зиянды заттарды залалсыздандырады. Сонымен қатар бауыр күніне 500-1000 миллиграмм өт бөледі. Өт ас қорыту процесіне қатысып, әсіресе майлардың ыдырауын қамтамасыз етеді. Бауыр ұрықтық даму кезінде де бауыр қан жасушаларын түзіп, қан жасау қызметін атқарады. Кейбір қоректік заттар, мысалы темір, А, Д дәрумендерін сақтайды. Бауырда купфер жасушалары бар. Олар бактериялар мен бөгде бөлшектерді ұстап жояды. Сонымен қатар бауыр аурулары гепатит, яғни вирустық инфекциялар, цирроз, бауыр тінінің қатты зақымдануы мен тыртықтанып қызметінің бұзылуы. Майлы гепатоз, бауырда май жиналуы. Өт тас ауруы, өт жолдарында тастың түзілуі. Егер де бауырыңыздың жақсы болғанын қаласаңыз, алкогольден бас тарту, дұрыс тамақтану, майлы, қуырылған, тұзды тағамдарды азайту қажет. Вирустық гепатиттерге қарсы екпелер алу, артық салмақтан арылу. Дәрі-дәрмектерді тек дәрігердің тағайындауымен ғана қабылдау қажет.